Сәлем құрметті менің оқырмандарым. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ерекше витаминге толы тағам самсаны жасап көрсететін боламын. Менде мына жерде қызып тұрған тапамызға майымызды құямыз да, қызған майымызға ас жапырағымызды салып бір қуырып аламыз. Мен бұл ас жапырақты жазда қайнатып, микровкадан өткізіп, осылайша морозильникке қатырып алған едім. Қыста осылайша әртүрлі тағамдарға қосамын. Мына жерде 3 дана пиязымызды 4 бұрышты қылып турап аламыз. Енді кезекте 2 зуаланың ұнын салып елеп аламыз да, мына жерде 50 грамм сарымайды салып, дрожжымыз бен тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. 1 стакан сүтіміз, жылы сүтімізді құйып, жақсылап бір елеп араластырып аламыз да, және де 1 стакан жылы суымызды құямыз. Осы 2 стакан суымыз бен сүтімізден менде 2 зуала қамыр шығады. Осылайша жақсылап елеп, июін қандырып алғаннан соң бетін жауып, тындырып қоямыз. Қуырылып жатқан шпинаттың үстіне пиязымызды саламыз да, жақсылап бір араластырып қуырып аламыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас жапырақтың құрамында А дәрумен, леотин, зеаксантин бар. Бұл заттардың көз жанарына жақсы әсер етіп, көз ауруларының алдын алуға пайдасы мол. Мына жерде менде дәмдеуіштерден кинзаның ұнтағы, қара бұрыш және де дәміне қарай тұзды саламыз да, бір жақсылап араластырып аламыз. Менің қамырымның июі қанып, ортасынан қақ бөліп, 2 зуалаға бөліп, 2 бөлек зуала қылып жасап аламыз. Осылайша жақсылап илеп зуала қылып жасап аламыз. Зуала қылып болғаннан соң 2 картобымызды тазалап аламыз да, терканың көзімен осылайша өткізіп алып, жаңағы қуырылған шпинатымыздың үстіне салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Картоптарымызды салып араластырып болғаннан соң бір бөлек ыдысқа салып қоямыз да, қамырымызды жая бастаймыз. Ұнымызды сеуіп, саусақтарымыздың көмегімен осылайша жасап аламыз. Қамырларымызды жая бастаймыз. Оқтаудың көмегімен жайып алғаннан соң, бұның мантының қамыры сияқты қылып жайып аламыз. Міне осылайша етіп барлығын оқтаудың көмегімен бір келкі қамыр қылып жайып аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығатынына сөзсіз сенімді болып айта аламын. Осылайша балаларыңызды бір қуантуыңызға болады. Әрі витаминді тағам жеуіне көмекші боласыздар. Осылайша етіп барлығын жайып аламыз қамырымызды. Жайып алған қамырларымызды мантының формасы сияқты етіп кесіп аламыз. 4 бұрышты болса өте әдемі болып шығады. Осылайша үлкен 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Кішкентай жасасаңыздар да болады, бірақ үлкендеу етсеңіздер өте керемет әрі әдемі болып көрінеді. Осылайша 4 бұрышты формаларға бөліп аламыз. Қамырларымызды шетінен жайып шығамыз да, жаңағы ішіндегі салмасын салып шығамыз. Өз қалауларыңызша салсаңыздар болады. Мен 2 ас қасықтан, біреулеріне 1,5 ас қасықтан сала бастадым. Барлығының грамын описанияға видеоның астына қалдырып кететін боламын. Сол жерден көрсеңіздер де болады. Егер отбасыларыңызға қарай аз ғана 1 зуала қылып жасасаңыздар да болады.
Міндетті түрде жасаңыздар. Дәмі өте керемет, тіл үйретін дәм беріп. Бүгу формасына келсек, тура манты сияқты, конверт сияқты қылып, 4 бұрышты қылып осылайша бүгеміз да 4 шетін ішіне қарай кішкене қайырып қоямыз. Осылайша 4 бұрышты болып шығады. Екінші мәрте сіздерге бүгіп көрсетемін. Барлығын осылайша етіп бүксеңіздер болады. Бүгіп алған самсаларымызды пергамент қағазын төсемізді тапамыздың үстіне осылайша теріп шығамыз. Барлығын кезек теріп шығамыз. Менде осы 2 зуаладан 3 дана тапа болып шықты. Қаласаңыздар грамын азайтсаңыздар да болады. Барлығын салып шығамыз да бетіне еш нәрсе жақпай қызып тұрған пешкамызға салып 20 минутқа пісіріп аламыз. Менің пешкамда 180 градуста 20 минутта пісіп шықты. Сіздердің өз пешкаларыңызға қарай градусын өзгертсеңіздер болады. Міне енді пісіп шыққан самсаларымыздың бетіне сарымайымызды осылайша жағып шығамыз. Екінші зуаламызды да дәл сол сияқты пісіріп шығарамыз. Міне екінші зуаламда пісіп шықты. Осылайша барлығының шеттеріне тегізіп сарымайымызды бір тегіс жағып шығамыз. Менің самсам осылай болып пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын.